Сәлем достар, сіздермен Алима. Бүгін сіздерге сүтті қыз тортының рецептімен бөлісемін. Қалай үй жағдайында жасауға болатын жолдарымен. 3 дана жұмыртқамен жасайтын боламыз. Жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Жұмыртқаларымыз үй температурасындағы жұмыртқалар. Жарып алған жұмыртқаларымызды вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін барлығын сіздерге өлшегішпен өлшеп, көздеріңше тортымызды жасайтын боламыз. Жұмыртқамыздың үстіне сгущенкамызды саламыз. Сгущенкамыз 600 грамм болу керек. Сгущенканың барлық түрі болады. Мен мына жерде 2 түрлі сгущенка құятын боламын. Видеода барлығы көрініп тұр. Өлшеп алған жұмыртқамыз бен сгущенкамызды вилканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Сгущенкамыз бен жұмыртқамыз бірдей масса болғанша. Араластырып алған массаларымыздың үстіне ұн саламыз. Ұнымыз бізде 300 грамм болу керек. Бағана видеода қарағандарыңыздай сгущенка 607 грамм болып кетті. Сол себепте мен ұнды да 307 грамм қылып салатын боламын. Егер де сіздердің сгущенкаларыңыз 600 грамм салынса, онда 300 грамм ұн саласыздар. Ұнымыздың үстіне разрыхитель тестамызды саламыз, 15 граммдық. Салып алған массаларымызды жақсылап вилканың көмегімен араластырамыз, бірдей масса болғанша. Егер де сіздерге вилкамен жұмыс істеу қиынырақ болса, онда миксерлеп алсаңыздар болады, немесе венчикпен жұмыс жасасаңыздар болады. Ең бастысы біздің массаларымыз бірдей масса болғанша жақсылап араластырып алуымыз керек. Массамыз дайын болды. Кождарымызды осындай силиконовый ыдыста жасайтын боламын. Яғни формамның диаметрі 22 болады. 22 диаметрмен жасасаңыздар болады. 20 диаметрмен жасасаңыздар да болады. Оның барлығы өз қалауларыңызбен. Менің қасығым өте үлкен қасық болғандықтан мен 2 қасық салып жатырмын. Егер де сіздердікі кәдімгі үйдің қасығы болса, онда 3 қасықтан салып, осылай жақсылап формамызға жағып, бірдей қылып қызып тұрған пеште 180 градустағы пеште 6-7 минут кождарымызды пісіп аламыз. Біздің жұмыс өте жұқа болғандықтан тез пісетін болады. Пешімізді қарап отырамыз. Кождарымды силиконовый формада пісіріп жатқаннан кейін мен сұйық май жақпайтын боламын. Егер де сіздер кәдімгі темір формада жасап астына пергамент төсетін болсаңыздар, сіздердің пергаменттеріңіз поклан болмаса, онда міндетті түрде сұйық май жағып алыңыздар. Себебі кождарыңыз жабысып қалуы мүмкін. Мен сияқты осындай силиконовый ыдыста жасасаңыздар, қалай коржды алуға болатын жолын көрсететін боламын. Видеода барлығы түсінікті көрсетіліп тұр. Ыдысымнан коржымды алғаннан кейін түбіндегі қалған корждардан тек қара салатын боламын. Құрамында қайтадан корждарды салып пісіре беремін. Қайтадан пісірген кезде кождарым жабысып қалмайды. Тура осылай видеода көрсетіліп тұрғанда кождарымызды алып алатын боламыз. 7 дана кожымыз шықты. Енді кремімізді жасаймыз. Бірінші 300 грамм творожный сырымызды салып аламыз. Содан кейін 150 грамм сахарная пудрамызды саламыз. Байқасаңыздар, сахарная пудрамды илегіштен өткізбей салып жатырмын. Бірақ та мен крем жасағанда сахарная пудраларым түйіршік болмайды. Ол қай кезде түйіршік болмайтынын айтатын боламын. Біз творожный сырымыз бен сахарная пудрамызды бірдей масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Сол кезде біздің креміміз түйіршік болып қалмайтын болады. Миксерлеп алған массамыздың үстіне 33% сливкемізді құямыз. Сливкемізді құйып, сливкеміз 520 грамм сливкемізді құйғаннан кейін миксермен жақсылап миксерлеп аламыз. Креміміз осындай қоюлықта қоюлану керек. Креміміз дайын, енді кождармен жұмыс жасайтын боламыз.
торттарыңыз холодильникте мен сияқты 7-8 сағат тұратын болса, онда мен сияқты кремді аз жағыңыздар. Егер де торттарыңыз холодильникте бір 2-3 сағат тұратын болса, онда кремді көптеп жағасыздар. Яғни біз мына жерде взбивать еткен креміміздің барлығын біз кождарымыздың ортасынан жауып тастайтын боламыз. Бір лопаткадан емес, онда 2-2,5 лопаткадан салып біз кремдерімізді жағып тастайтын боламыз. Егер де креміңіздің барлығын жағып тастамасаңыздар, сіздердің кождарыңыз құрғақ болып қалатын болады. Кождарымызды жинаған кезде осындай картошка басатымен басып отырсаңыздар, сол кезде сіздердің торттарыңыз өте жақсы жиналады. И біз формадан алған кезде сіздердің кремдеріңіз жарылып кетпейтін болады. Жинап алған тортымды морозилкаға 5 сағатқа салып қойдым. 5 сағатта морозилкадан тортымды алып отырмын. Формамыздан осындай пышақтың көмегімен тортымыздан формамызды ажыратып аламыз. Тортымыздың сыртын осылай тегістеп аламыз. Тегістеп алғаннан кейін кремімізді жағып аламыз. Үйлеріңізде кондитерский мешок жоқ болса, онда кәдімгі үйде қолданатын пакетке салып, осылай кремді жағып алсаңыздар болады. Кремімізді жағып аламыз. Жағып алғаннан кейін тура видеодағындай түзетіп шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін холодильникке немесе морозилкаға салмайтын боламын. Біздің тортымыз 5 сағатты морозилкада тұрғандықтан біздің тортымыз қатып тұр. Бірден бетінен ганашымызды жағамыз. Тортымызды түзеліп алғаннан кейін ганашты описанияға жазып кетемін. Қаншалықты шоколад, қаншалықты ингредиенттер қосқанымды. Ганашымызды жағып болғаннан кейін морозилкаға 10-15 минутқа салып аламыз. Біздің ганашымыз бірден қатып қалады. Содан кейін кез келген жеміспен немесе кез келген затпен әрлеуге болады торттарды. Тортымызды әрлейміз. Тортымызды қайтадан холодильникке 3 немесе 4 сағатқа салып қоямыз. Содан кейін бар біздің тортымызды жей беруге болады. Осымен тортымыз дайын. Егер сіздерге менің видеом ұнаса, менің рецептім ұнаса, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, мен еңбегімді бағалап кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы. Әрлегенім менде эжа-малина, мята и персик, лохматый персикті қабығын аршып осындай турап алдым.